Барлықтарыңа сәлем достар, менің есімім Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі тақырып жүректің анатомиялық құрылысы. Жүрек бұлшықетті 4 камералы қуыс мүшеге жатады. Жүректе оң жақ жүрекшені, сол жақ жүрекшені, оң жақ қарыншаны, сол жақ қарыншаны ажыратамыз. Бұлар жүректің 4 камерасы болып саналады. Оң жақ жүрекше мен сол жақ жүрекшенің аралығында жүрекше аралық қалқа кездеседі. Ал оң жақ қарынша мен сол жақ қарыншаның арасында қарынша аралық қалқа бар. Оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасында үш жармалы қақпақша трикуспидалды клапан кездеседі, ал сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның аралығында екі жармалы қақпақша митралды клапан кездеседі. Сол жақ жүрекше қанды сол жақ қарыншаға айдайды, ал оң жақ жүрекше қанды оң жақ қарыншаға. Оң жақ қарынша өз кезегінде қанды өкпе сабауы қақпақшасы арқылы өкпе сабауына айдайды, ал сол жақ қарынша қанды аорта қақпақшасы арқылы аортаға айдайды, яғни үлкен қан айналым шеңберіне. Яғни оң жақ қарынша қанды сонда өкпе сабауына айдайды. Өкпе сабауы бифуркацияланып, оң жақ және сол жақ өкпесіне бифуркацияланады. Бұлар екі өкпе артериялары өкпенің түбіріне қарай бағытталады. Одан ары қарай оттегіне қанығып 4 өкпе венасы болып шығады. Яғни әрбір өкпеден 2 вена. Бірақ бұл венаның ішінде артерия қаны болады, ал өкпе сабауының ішінде вена қаны. Яғни жүректің оң жақ жартысында вена қаны, оң жүрекше мен оң қарыншада, ал сол жақ жартысында сол жүрекше мен сол қарыншада артерия қаны кездесеміз. Ал өкпе сабауында вена қаны, өкпе веналар арқылы артерия қаны келеді. Яғни өкпеге барып келетін жол бізде кіші қан айналым шеңберін құрайды екен. Ол оң жақ қарыншадан басталып сол жақ жүрекшеден аяқталады. Ал үлкен қан айналым шеңбері сол қарыншадан басталып аорта қақпақшасы арқылы құйылады, одан оң жақ жүрекше арқылы аяқталады. Оң жақ жүрекшенің диастоласы кезінде қан жоғарғы және төменгі қуыс веналардан келіп құйылады. Жүректің 3 қабатын ажыратамыз. Ол эндокард, ең ішкі қабатын тыстайды. Одан кейінгі бұлшықетті қабаты миокард және сыртқы қабаты эпикард. Достар, егер де бұл видеоның толық нұсқасын көргілерің келсе, каналға өтсеңдер болады, және де қиналып жүрген тақырыптарды комментарийға жазып кетсеңдер. Яғни жаңа видеоларды шығарып отыратын боламын. Келесі кездескенше каналға тіркеліп, қолдау ретінде достарыңмен бөлісіп кетсеңдер болады.